Шыр-шыр еткен нәрестенің дауысы ауылымыздың үрейін ұшырды. Редакциямызға үздіксіз хабарласқан көрермендер Шардарадағы жан шошырлық жағдайдың сырын ашуға көмектесуімізді сұрайды. Олардың айтуынша медицина мамандары отырған ғимаратты жын пері мекендеп алған. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз. Бөлмеден естіліп жатқан нәрестенің дауысы Шардара тұрғындарының ұйқысын бұзып, күлкісін қашырды. Сөздеріне сенсек, қорқынышты құбылыс бір айдан бері жалғасып келеді. Ең қызығы, ел жұртты шошытқан жағдай жақында ғана салынып біткен жедел жәрдем станциясында болып жатыр. Нәресте шыңғырып жылап ба? Көз алдымызда барлық сияқты да, бірақ еш нәрсе көрінбейді. Сондай дыбыс шықты. Нәрестенің дауысы әлдебір тылсым күштің бір белгісі ғана іспетті. Әйтпесе тосын дауыс естіп қорыққандар мен ешкім жоқ жерден аяқ сыбдырын естіп үрейленгендер де бар. Ауыл тұрғындары сыртқы есіктің өзінен өзі ашылып жабылғанын көріп, зәр имандары қалмай үйлеріне қашқан көрінеді. Бұл істі қалай білді ме? Қимылдап тұрды ғой. Былайынан қимылдады ше, былайынан. Бірден асып барып. Расында өзіміз бітеп жабып. Қайдан жабып. Түсініксіз тылсым күштің кесірінен жұмысын тастап кеткендер де табылды. Станцияның іргесіндегі емхананың бұрынғы күзетшісі жанарымды жұмсам болды, көз алдыма ақ күрте киген қыз келетін дейді. Жоқ, сіз ұйықтағанда көріне ма? Жоқ, ұйықтамай сау. Ояу кезде. Көзім жұмсам болды, қарап көрдім. Ал қала тұрғындары айтқан пікірге қарағанда, мәйітхананың тап іргесіндегі бұл жерде бұрын қоқыс болған көрінеді. Бұл жерде неге оның бәрін өтірікке шығарып жатқанын мен білмеймін. Бірақ действительно бұл мусорхананың орны, моргтың орнына больница салуға бола ма, болмай ма деген сұрақ. Шардаралықтарды шошытқан не нәрсе? Жедел жәрдем станциясының қызметкерлері ғимаратты неге адыраспанмен аластап жүр? Жұртты шулатқан орталықта тілшілеріміз қандай зерттеу жасады, көреміз. Мән-жаймен толығырақ танысу үшін студияға Шардара қаласының